Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Мен Асыл Дәркембайұлы, Еңбекшіқазақ аудандық мәслихатының депутаты. Қызылшарық ауылының тұрғындары маған шағымданып жатыр. Матбакиев көшесінде түнде жарық өшіп тұрады. Бұл қауіпсіздікке, жол қозғалысына және жалпы ауылдың жайлы өміріне қауіп төндіреді. На центральной улице есть свет, на нашей улице света нет. Вот такая вот тень. Дети возвращаются поздно. Зимой вообще не знаю, что будет. Света нету. Мен Ас ауылдық округінің әкімдігіне ресми депутаттық сауал жолдадым. Сауалда нақты сұрақтар қойылды. Жарық неліктен өшіріледі? Жүйеде техникалық ақаулар бар ма? Жарықтандыруды қалпына келтіру қашанға жоспарланған? Тұрғындардың қауіпсіздігі біздің басты міндетіміз. Заңға сәйкес жауап мерзімі белгіленген, мен оның орындалуын қатаң бақылауда ұстаймын. Қызылшарық тұрғындары мәселе шешілгенше мен әрдайым ақпарат беріп отырамын. Сіздер де шағымдарыңызды бізге тікелей жеткізіңіздер. Қауіпсіз орта әркімнің құқығы.